Достар, қалайсыздар? Мына жерде бір сұмдық десем болады. Бұл жерде бізде ашаршылықтан құрбан болған қаншама миллиондаған халқымызға арнап қойылған ескерткіш. Сол жерде басқа ұлт өкілдері осылай қайраңда бойына келген істеп жүрді. Әкімшілік қайда қарап жатыр, милициялар қайда қарап жүр. Мына ананың бейнесіне сырғанап даже шығады дейді. Осы маңдағы адамдар айтады. Енді мен қазір түсіріп тұрғаннан кейін барлығы тоқтап ойнамай қалды. Не сұмдық мынау. Біздің ұлттығымыз, елдігіміз қайда қалды? Барлығы телефонның ар жағында мықты. Осыған жауапты адамдар көрсе, бұл жерге бір шектеу қойса екен деген ой менде. Сондықтан достар, прочи жасап, мынаны жауапты адамдарға көрсету керек. Бұл ойыншық ететін дүние емес, ойнайтын жер емес, ойнайтын алаң бір адам жерде тұр. Сол жерге барып ойнамайды, именно мына біздің қанша дүние жүзінде ешқандай халық көрмеген, зұлматты көрген халқымызға қойылған ескерткіштің майына ойнайтындай қандай құқықтары бар бұлардың. Міне, үлкен енді қазақ ұлты бар деп айтпаймын, бұл жерде өңкей басқа ұлт. Өтініш сіздерден үлкен өтініш.